қазіргі таңда өте өзекті болып саналады. Себебі енді білім беру процесінің субъектілері пандемияның кесірінен жаңағы қашықтан оқыту форматына өтуге мәжбүр болдық. И және сол себептен көптеген қиындықтарға душар болды. Жаңағы бұрындағы беріп жүрген дәстүрлі тәсілдердің барлығы қашықтан оқыту форматында студенттерді, оқушыларды оқытуда енді өте көп қиындықтар алып келді. Жаңағы оқушылар да, студенттер де, мұғалімдер де өте алмай, көптеген сондай проблемалар туындай бастады. Және сол проблеманы шешу мақсатында біз енді осы мұғалімдерге цифрлық ресурстарды, онлайн ресурстарды меңгертуге осындай шешім қабылдадық. Негіз осының алдында біз енді ондай онлайн курстар өткізіп жүрген болатынбыз, бірақ онымен біз көп мұғалімді қамтып кете алмаймыз. Сол себепті платформа құрастыруды біз шештік. Платформа арқылы енді кез келген мұғалім тек қана тіркелу арқылы сол жақтағы барлық ресурстарға қолжетімділік алады. Кіріп видео форматтағы, мәтіндік форматтағы және екі тілде барлық мәтін жаңағы контентті қабылдап, өзі меңгеріп, өзінің темпінде жаңағы қажетті ресурстарды өз сабақ барысына ендірсе болады. Пандемия біткен кезде осы сіздердің жобаларыңыз өзінің маңыздылығын жоғалтпай ма? Сұраныс әлі де жоғалмайды. Себебі бұл платформаның ішіндегі біз таңдаған қосымшалар болсын, ресурстар болсын, және басқа да онлайн курстар немесе программалар болсын, бұның барлығы қазіргі таңдағы мұғалімдердің өзінің сұрап отырған тақырыптар болып саналады. Яғни бастапқы кезде біз бұның барлығына алдын ала орта мектеп мұғалімдерінен және колледж мұғалімдерінен сауалнама жүргізген болатынбыз. Қандай қажеттіліктер бар? Сол сауалнаманы талдау нәтижесінде қажетті деген қазіргі сұранысқа ие тақырыптар таңдап, соның төңірегінде біз осындай контентті дайындадық. Атап өткендей, контентіміз екі тілде жүргізілген, жасалынған, және ол жерде мәтіндік инструкция қадамдық бар, және видео материалдар бар. Платформаның әзірлемесі аяқталып қалды, соңғы сәттері қалды. Яғни бұл жерде безендіру сәттері, өзі кез келген платформаны дайындаудың бірнеше енді фронт-энд, бак-энд дейді, сондай сияқты этаптар бар. Сол жерде яғни жалпы бірінші қаңқасы дайын, ішіндегі контенті дайын, енді соны тек қана безендіріп аяқтау қалды, және оны нарыққа шығару қалды.